Assalamu alaikum tuğanlar, amансыздарбы? Бүгін суда 28 март 2025 жыл. Ноқаттағы туғандар. Ноқат бұл жердегі Каллейн көшесі. Бұл жерді барыңыздар, жақсы білесіздер. Уже бұл жерлер сынос болып, мінеке жазып қойып тұр. 2.70 деп. Полный мына жерлер жылып атады туғандар. Мінеке. Қараңыздаршы. Мынау жерде Байтшин банк барлар, бұл жерді уже жылдырып тұр. Бүгін ертеменен банк тұрады, әзірле уже мынау ағауыз кесіп жылдырып атады мінеке. Ошол жерде Капитал банкты да уже жылдырып атады. Мынау жерлер полный сынос болот экен туғандар, жазып қойып тұр мінеке. 2.70 деп. Ошол жерге жазып қойып тұр 2.30 деп. Мына туғандар. Мынау Каллейн көшесі дағы өте чоң өткен бұйырса. Лайктан басып қойыңыздар. Күн суық, жаңбыр жауып, қар жауып, күн өте суық. Кәдімгідей қыштағыдай суық болды. Нердегі Доскрота банктағы уже жылды. Бұл жерлер дағы сынос болып, полный чоң өткен бұйырса. Мына туғандар. Бүгінгі жұма күніңіздер барыңыздарға барек болсын. Полный мына жерлерге жазып қойып тұр. 2.70. Мынау жерлер 3 метр жылатқан неге туғандар. Мынау Финка банктар нелер полный жылатқан да. Мына туғандар. Азыр эми вообще Кыргызстан бойда эле мынау сынос болуп жатат. Ошого мынау Ноқаттагы Каллейн көчөлөрү ушундай болуп сыноско жазып коюптур. Буйруса Кыргызстаныбыз өнүгүү жолдо буйруса. Мына жерге дагы жазып коюптур 3 деп. Бул жерлер мынакей тугандар. 3 метр 30 сантиметр жылатканда бул жерлер. Нятар илешпегенде бул жерлерге жазбаптыр. Мынау ушинтип Каллейн ал кырбойго чөбүз бул жактан. Мынау жерге 2 жазып коюптур мынакей. Буйруса дагы ушундай жаңылыктарды биз колдон келишинче чыгарып турабыз. Бизге катталып туруңуздар, лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Биз мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз.